Біз заправка Petrol Азиядамыз қазір. Сіздерге айтайын дегенім, біз Petrol Азия заправкадан құйып атырық, мен канистрамен күнде құйып алам. Мысалы, басқа да заправкалерден де үнемі алып жүріп қой. Бұл Petrol Азияда бағасы 10 теңгеге арзан, кәдімгідей арзанда, бағасына қызығып барсаңыздар болады. Бірақ бұл жерде солярканы толығымен құймайды, доливать етпейді. 20 литрлік канистрға 23 литр кетті. Мен 20 литрлік канистрге қанша? 23 литр кетті, е? Мен сөйтіп кетті, и то көбігі басылғаннан кейін тақсият. Ол элементарно, е. Қазір последний канистрға. Басқа да заправкалерін алып жүріп, мысалы, ол жерде ондай жоқ. В общем, сол айтып қойын деген ғой, технично. Petrol Азия деген заправканы имейте в виду. Мысалы. Так, жанат жаңағы Petrol Азияның заправкасын, в общем, ватыр. Шында да сол заправкадан не доливает. Қуандық енді жердің беті қатқапты. Осы уақытқа дейін жай қазылып жатыр да. Жұмсақ жер болғанда баяғыда тағы да осындай объем қазылар едік. Бұл қатты жер. Қиын алынады, экскаваторлар қиын алып тұр. Мен гидромолды қолдануымыз керек болады. Тоң болып қалған ғой жер. Сонымен объектемін. Кеше КамАЗдың несі кетіп қалды ғой. Цеплениясы. Сонымен Феридосын мұны уже ауыстырып салып жатыр қазір. Уже ауыстырып қойдық. Қазір жұмыс ақырындап өз ырғағымен жүруде. Қазір екінші экскаватор жеріміз қатқапты, беті гидромолдпен қайттан салып, қазір гидромолдпен долбить етеді. Сол. Так, қазір үйге бара жатырмын. Қазір Атыраудан КамАЗымыз келген 25-ка. 25 тонналық КамАЗымыз келді. Соны енді бір жолдан келді. Қазір біз зажиганиясын орнатып, дұрыстап жасап, әрең келді. Балалар жолдан сыныққап. Соны жасап, бұзылып әрең келді. Қазір біз оны тез шамайын етеміз, жасаймыз. Сосын барып, оны жасаймыз да, сосын барып, ходқа шығаруымыз керек болады, жұмысқа оны тез етіп тұр. Қазір ана цепление жасап атқан КамАЗ қазір уже 1 сағаттың ішінде уже жұмысқа ходқа шығып кетеді. Так, сонымен үйге келдік. Үйде азеке КамАЗ шықлап отыр. Так, сонымен мынандай КамАЗ Евро 4 КамАЗ бұл переделанный под Евро 2. В общем, Евро 4 болған, бош болған топливный система Common Rail. Соны Евро 2 қылып переделать еткен. Навороченный, в общем, КамАЗ жақсы. Айтпай нормально, вроде. Думаю, жаңағы бір проблемалар бар жаңағы ТМВД жағында. Соны жөнге келтіріп, в общем, тездетіп, ходқа қойып, жұмысқа қою керек болып отыр. Сонымен азеке екеуміз, азеке алысып отыр. Сонымен қазір мен запчастьтер келдеді, қазір запчастьтерға барып келейін. Домик 4 штуки. Раз, 2, 3, 4. Фиксатор маховика. Один. Прокладка вот эта вот одна. Сальник привода аппаратуры 45/60. Именно привода аппаратуры. Болты 2, 4, 6, 8. Втулки на них. 2, 4, 6, 8. Так, сонымен міне КамАЗдың үстіндеміз. Қазір кішкене қазақша сөзбен қазақшалап түсіндіріп кетейін сіздерге. Мына жерде бұл Евро 4 КамАЗ. Евро 4 КамАЗ болғандықтан мына жерде аппаратура тұрады. Аппаратура Bosch система Common Rail деген
В общем, сондай тұрған. Сондықтан одан кейін бұл КамАЗда Язда деген аппаратура орнатқан, Евро 2 КамАЗдың Язданы салған. Соны салу үшін мына жерде пластина болады. Сол пластина кішкене или дұрыс емес, или некачественный, или өзінің болезнь сондай ма, в общем, не разобрались. Мына КамАЗбен бірінші рет столкнулись. В общем, поживем, увидим. Біз более-менее уже жинаймыз қазір. Бұл КамАЗ негізі Атыраудан келгелі бері 1, 2, 3, 4 рет па? 4 рет жиналып, мұны қазір 5-ші рет жиналып отыр. В общем, енді қазір қалай болады екен, в общем, посмотрим. Бұлар трассада не запчасть жоқ, не жоқ, в общем, сонымен айтыры бірдеңке қылып жасап келді ғой. Енді қазір барлық керек запчастьтарын алдық четін. Алып, в общем, соны жөнге келтіріп атырық. Бұйырса бұл котлованға керек техника еді негізі. Тезірек шығып кетсек де, в общем, асығып атырық жасап.